Senin yüzünden sezimdi görem, bakıtqa tolı kezimdi görem. Jaralanganda, janım ağırganda, senin meninden dilim. Senin gözünden ömürdi görem, kirşiksiz taza kezimdi görem. Tek bir özünden gana söyle görem janım, көрünбеген özgeden. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жанарымыз біз екеуміз. Senin жаныңда шынайымын мен, жадыраймын да шынайы күле. Қымбатсың маған, әлі де жұмбақсың, сендей жанды іздеген. Senin жаныңда арманға сенем, жарық дүние жалғанға сенем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем жаным, көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз екі. Менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз екі. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жандарымыз біз екі. Жандарымыз біз екі. Қол шапалақ қошеметпен жастарды қарсы аламыз. Ара кеттік.
Бұл тойға жағажайсан бағыт тұрған, ассалаумағалейкум аталарым, алыстан көрінетін алып болған. Армысыз тойға келген аналарым тілекпен дертімдізін сауықтырған. Ассалаумағалейкум ағаларға көкпар шапса бәйгеден орын алып тұрған. Бұл тойда жеңгеге де сәлем бердім, ағама Алла сізді серік қылған. Ағайын, дұға тілек қабыл болсын. Бүгінгі балдарға айтып бағытталған Аллаға сансыз мынау шүкіршілік. Қуандық атамның ауылда үлкен тойда жолықтырғанда той құтты болсын деп бір болса қойылады. Мынау өздеріңізге белгілі үлкендеріміздің қағидасы бойынша әрине күн батпай келіннің бетін ашу керек деп. Мана сөз барысында айттым, алыс жақыннан келетін тумаластың уақытын есептеп, осы тойдың алдында келіннің бетін ашып, содан кейін тойхана төріне жайғасып, әдемі қызықты қуанышты бірге тамашалаймыз деп. Ал енді келіннің бетін ашатын әрине өздеріңізге белгілі, өздеріңіздің ұлдарыңыз Есболдай ұлды ортаға шақырып жатырмыз. Талай мәрте түскен келіннің бетін ашып, тойларыңызда қызмет етіп жүрген азаматтың бірі Есбол жанында қолы құтты болсын деп бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қойды. Ассалаумағалейкум, жары жетімек ауылы. Келіндерім құтты болсын бүгін мінекей. Жалғаспай ата өлетінде, иманды болсын Қуандық атамыздың шаңырағында. Кеңесте әжеміздің немере келін алған тойына қош келдіңіздер, келін құтты болсын. Жастар бақытты болсын дейміз. Ата-бабамыздың салт дәстүрмен ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатырған келіннің бетін ашамыз. Шашуларың болса ары қарай, ақшаларың болса бері қарай жаша беріңдер. Ал енді бастайық. Adam var, bas bosda yeri dosadan
Көңілден болмай жас келін жаратма тұрған босаған жарасып күлкің ай ойыны тоқтыда болғай тойыны өрнекте етіп ай көзбеден озықта болғай бойының адалға сақтағай арыңды еліңе болсын көсетте тойының дағындай жарыңды бақытым деп ай есепте атадан менен енеңді тірілерім деп ай есепте өзгемен өзіңей қатарлы бір екемін деп есепте келіпте түскен ай жеріңде ауылым деп ай есепте қайсыңлың менен қайныңды бауырым деп ай есепте шыдықта тұрған ай орныңды биемін деп есепте қосылып тұрған ай тобыңды бүйірім деп ай есепте қартайғандарға халқыңа аланым деп ай есепте болашақ осы ошақта анамын деп есепте көміршін ұшып қолыңнан айыңда тусын қолыңнан балы пандай тізіліп сәбиге берсін соңыңнан бәйбішелер келтіріп шашулары сатылып ескен төрге шашылып айт келін-ау айт келіні атыңның басын тап келіні сауысқаннан сап келін ел жұртыңның көңілін бәріне бірдей тап келіні сүйгеніңменен сүйсініп адалдан балай тап келін келіннің бетін ашатын әжелер шашатын қашаннан жоба жолымызы бір көлдің келін ақ бойын қайырлы болсын бұл қонған бұйрықты қоныс көлімізі қалбол жақта бұрынғы ойнап та өскен жерімізі құтты да келін атантып құрметтей берсін қадірлері келіп те түскен жерімізі жастары бар қарты бар бет ашар деген салты бар сол кәдесін жасайтын келіп келін жөнімізі сол үшін айтқан сөзіме қарсылық қылмай көне бер екі ел сәлем бере бер ауырмаса егер беліңіз ажарғандай тұрғандай көргенде қарап тұрғандай бет ашарды көруге далада жүріп тұрғандай бәріне белі келіңіз бірінші сыйла келіншек атадан менен еліңді мырзалық менен елге жат ел сүймейді екен сараңды екінші сыйла келіншек адалда сүйген жарыңды еліне келсе қорасың жақсы құйғын шайыңды жасайды жақсы келін болып жақсы көр жақсы шағыңды үй болып алып кетерсің құдайым баштай бағыңды рұқсат берсе әлеумет азайтайын алыңды бір сағат сырлау шарт емес теріп айттым ғой барымды дайындап келген шашуды ортаға емес ағайын айналаға қарай шашыңызды жеңіле салып басыңа ал орамалдай әдемі орамал тарту басыңа келіншектердің әдемі ал
алысын айтса қалқымай асланжан болсын пілелай татудан болыр екеуің сәбиге үйдің тосынайды жаманда болма көршіден қиямет күнің көршіден алысындармен татулық бастар бірлікке ал менің жандайында уақытта келдің құтымды танысыды өтейін келіп тұрғаны жұртымды Мәдинадан Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірмекет, Бесімелей Қосай атамыз, Бейпатима анамыз. Өздерін қолдап жәрдемет 362 әулие әмбиелердің жолына. Жол иілімменен сәлемет, сәлеміңді қалқан мәдемет. Сүйірді болған ұрпаққа енді сәлем етесің өткен мынау әруаққа бұл дүниеде кім қалғаны алып та кетті бәрінде ажалатты сұм жалғаны айналайын келін жаны осы әулеттен өткен марқұм ата бабаның жолына қуандық атты иманды болсын атаңа иіліп келін сәлемет сәлеміңді қалқан мәдемет ақсақалы ауылдың жас үлкені бәрінің төбедей болып төрдегі отырған анау ата-анасы қасында бар ғой келін жаны ақ жаулықты енеңізі жетпек ауылдағы жас үлкен аталарыңа кеңесте мына әжеңе үлкен ата енелерінің құрметі иіліп келін сәлемет сәлеміңді қалқан мәдемет анау отырған атасы қара бір жердің келінді келіп түскенде үйінің толы ортасы аман жолақты атаңызы елдің де даңқын асырғаны аяғың жоқ болған деп осыда тойға шашылғаны айналайын келін жыл қайнатаң сондай асылғаны мерейіңді асырған аман жол атаңа сәлемет анау тұрған енесі қара бір жердің кемесі бір балам екеу болды деп көкпеле жеткен төбесі асланым екеу болды деп көкпеле жеткен төбесі Эльмира атты енеңіз қаттырақ мынау сөйлесі көңіліне тимеңіз өз адамдай болмайды демеңіз ақылменеттің зере бойы ақылшың енді ене бойы сондықтан да келін жаны Эльмирада енеңе иіліп тұрып көзірек сәлем бере ғой жолдасыңның ағасы саған да болар қайнала менен ойнама қайнала шабар қайнағанның жолдасы саған да болар алысына өзің жаман болып таппенсең алысың сенен нағысына сол алысынан асла кетпегіні келініңе үйретеді солар болар келін сенің мектебің сондықтан да келін жаны осы тойлы жайнағаны алысың менен қайнағаны бауырың әйел алды деуі бір түйе байнағаны қайнаға алысындарға сәлемет жігіттің жақсысыне сүйініп жаманысыне күйініп жүретін мынау нағашы өкпелей тұғын түрі бар айтпайда кетсек шамасы осы тойға келіпті жан-жақта мына жиылып нар тұлғалы нағашы қасында бар ғой атаңның балдызбенен бажасы айналайын келін жан шашуын шашып шаттансың жиенімнің тойы деп мақталсын нағашылардың бәріне иіліп келін сәлемет сәлеміңді қалқан мәдемет
қыз алған әулетімізге қыз берген, мың жылдыққа сыйласқан құда менен құдағай, құдаша менен құда бала, жетімек ауылының құдағай, құдаша құда балдарына да сәлемет, сәлеміңді қалқам әдемет. Өз үйінде жүрген мені, қонақта екен қыз деген, бой жеткен соң ананың жүреді екен ізінен. Інілері үйленсе бірге келген жездемен, көрімдігін тездеген, жанашыр жан ғой өзгеден, қыз тілекші дегендей. Апа менен жезде бар, жиендер менен бөлелері, бұларға кім бар теңгелері, айналайын келін жан, апа жезде жиендер мен бөлелерге де сәлемет. Қайдасыңдар қанекейі, келіншектің қайнысы, түрейікші түрлерін, қайнысы деген қайғысы, жеңгесі келіп түскенде не болады бәйгісі, бір сұлу ғой бәйгісі, тағы бір қайны сіңлісі, айналайын келін жаны, сен түскенде қуанғаны, қайнсіңлерің бар екені, қайныларың сондай нар екені, қуанып тұрған қайныларың мен қайнсіңлерге де сәлемет. Бір бүгіліп бір тұрып, келінде біраз жалықтары, жалықса да кәнегім, жеңінде біраз қалықты. Аттары шықпай қатардан, атаңның құрды құрдастары қалыпты. Айналайын келін жан, ағайынның құрды құрдастары, астарының құрды құрдастары, бәріне келін сәлемет, сәлеміңді қалқам әдемет. Қорғас ойы көретін, бір-бірін күнде көретін, сырлас тойтағы қыздары, сыйласып салдың бұзбағы, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артығы деген қазақ сөзі бар. Осыны келін ұлығалы, сондықтан да келін жаны, көршілердің бәріне иіліп келін сәлемет, сәлеміңді қалқам әдемет. Мылтық деген бір қауым қаруы, өз шапқаны өзіне атсаң тиіп кетеді, құралайымның көзіне енді келін сәлемет, сабал ұстап тұрған қайнының өзіне. Аман жолаға мінекейі, құтты болсын тойларыңа, бақытты болсын балдарыңа, келін алып ортада орындалды ғой арманыңа, бата беруге келінге дайын тұр мекен шалдарыңа, бәрі де сенің ырысың, бәрі де сенің туысыңа, халқымда саған көп рахмет, беташар бітті жұмысың. Көп алдыңда бет ашқаны, кейде сөзден шатасқаны, руымды менен сұрасаңы, кішіде жүзден адаймыны, адайдан шыққан 40 мылтық, қолдардың өзің құдайымы, тынымбай атты әкешімі, мақсат атты ұстазымы, онымен өткен қыс жазымы, махаббаттың жаршысы, есбол болған өз атымы, көп алдыңда бет ашқан маған да келетіні, бір сәлем Ай, бәрекелді Есболжан, жағынан Алла жаныңды боласын. Елге айтқан, келінге айтқан, өздеріңе қабыл болмай. Ал енді құрметті ағайын, сәл тыныш қалайын. Сауалдың бәрі атап-талып, есімдері белгілі ме, әлде талас бар бұл? Арнайы қонаққа тартылатын жөн жоралғысы бар ма келінгендері? Сол жайлы ескертейік. Ал енді құрметті ағайындар, әуелі түсіп жатқан келінімізге ақ батасын берейік, әрине білеген орамалды алған жандарға егер келін келсін, қыз ұзатсын дегіміз келеді. Алла сол күнді нәсіп қылсын, шаңырақта қой сіздің ауылда жұмысты болсын деген тілегіміз бар. Бәрекелді. Ал енді келінімізге ақ орамалымызды тағып, одан кейін аталарымыздан ақ бата алсақ деп жатырмыз. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деген. Әрине Алла тағала осы шаңыраққа келініміздің қадамы құт болып, береке дарысын. Баталғаннан кейін әрине енді баба салты бен келіннің өзінің дәстүрлері бар, жолдықтары бар. Соны төменге барып, арнайы бөлмеде жасайсыздар деген ұсыныс бар. Ал, Ертімек ауылының кендерімізге ақсақал аталарымыз, бермен қарай жақындап, микрофонды алып.
Ал енді мен жерде жөн жаңалғысы бар, тері төсеген жан бар, және де сонымен қатар қызмет еткен жандарға арнайы шаңырақтан сый-сияпатымыз бар. Тері төсеген апама, апаларым қарамай. Тері төсеген апама дейді, бері қарай келдіңіз, а? Қоқсан қошеметке. Төмене орамалы жапқан апама. Келімізге орамал жапқан анамызға. Алла жолдарыңызды берсін. Рахмет. Атыраудан басына орамал таққан апамыз қайда? Қоқсан қошемет дейміз. Атыраудан арнайы. Батыр шағырада барған кезде орамал жауып алғаш келіннің дидар жүзін көрген жан екен, құтты болсын. Ал енді аталарымыз қайда? Бата берейік. Жетімек алым жасы үлкендері. Әлемей, рахмет. Ал көпші қауымға келінді болып жатыр, мен атасымын мына баланың. Ал келін балам бақытты болсын, екеуі шаңыраққа келіп балдар маман болсын. Бақытты болсын балдар. Әмин, Алла қабыл етсін. Ал енді құрметті жеңгелер келінді төменге апарып, әрине үлкендеріміз жөн жоралғысын, жолдығын жасасын, әрине. Түтіп. Келін алып кете қойып. Жаным барасың ба Төсек береміз деп еді ғой. Ne zaman burası? Allah
Bala verirsin degende жақсы мейірімді елім болды, күшті ел болды. Бәрімізге беруші той тойға Mağan qaraymiz bir. Türüm. Mağan qaraymiz. Құдашылар 13, 15, 19 ұжымдастар. Аманжол Аманның ұжымдастары 13, 15, 19. Аслан мен Сымбаттың достары 4 пен 6-ға. Дастан Ағасының достары 20. Апа сізде қызге 17, аға жеңге әлеге 21. Бірінші жастарға ауылдың үлгендері. Қадірлі қонақ деп төрге шығармаққа той иелерінің көңіліне кірбің келтірмей ат салысып әдемі тойды бір өткізуге тырысайық. Баршамызда жайғасамыз, жаңа айтып кеттім. Бірінші дастархан әрине ауылдың үлкендері әдет бойынша. Одан кейін нағашы жиен көлемі жайғастырды. Құрметті құдаларымызбен іргелес көршілерімізді сол дастарханның жиегіне қатар шақырып жатырмыз. Бәріміз де теңдей бөлісіп бір дастархан төрінде жайғасайық. Әрине шаңырақтың тойына келгеннен кейін, бір ауылдың тойына келгеннен кейін бөтен адам жоқ, бұл жерге тілектес, тілеуші, өздеріңіз секілді жандардың бәрі жиылған, сондықтан да түгелдей жайғасып, ақ дастарханымыздың сәніне айналайық. Сыртта жүрген қонақтарымыз болса, әлде де келіп ішке қарай төрлі сұраймыз. Біздің балдардың достары қайда екен?
Бүгін мінекей әжесі қуантып, әкесі мен анасын қуантып жатқан әрине Аслан жанның достары қайда? Сыртта жүрген болса хабар берейік, оларды төрге қарай шақырайық. Енді доспен бірге қуанған бақыт қоп. Сыртта жүрген жандар дастарханның жиегіне қарай төрлетейік. Салтты сыйламау сарандық, халықты сыйламау надандық, сөздің басы қашанда ассалаумағалейкум амандық дейді. Алла деп бастап сөз басын, серісі сәлем жолдасын, қияқ қандай қылып шанақтан, арнадан жырлар төгілді, тумада туыс жиылды, алыста жақын қыраттан, қазыналы қарттарым сөзсіз өткір садақтан, аналар асыл есімін, тербетумен келген бесігін, көзілместен таратқан, ағаларым бар асқарлы, өнегесін таратқан, бүгінгі әулет той қылды, жар болсын деп жаппар жаратқан. Бір шындық бар әлемде, сөз анасы сәлемде. Ассалаумағалейкум ағайын, жиғанын тойға жаратқан. Той құтты болсын. Рахмет. Бірегей өздеріңізбен жылдың басында және де қасиетті ай ораза айымыздың аяқ жағында кездесіп жүздесіп жатырмыз. Тойымыз құтты болсын ағайын. Айтқан тілектің бәрін Алла қабыл етсін. Бүгін мінекей атартып алыс жақыннан, әрине осы берекелі видеоның төрінен достың тойы, ауырдың тойы деп ат салысып жиылып келіп отқан жандарға үлкен алғыс. Ерекше көп уақыт алғымыз келіп отқан жоқ. Дастархан жиегіне жайғасқан ағайынға алдымыздағы астан тағамнан дәмнен алмас бұрын қазір ортаға алғаш рет келіп, төріміздің құрметті қонаға танып, бізбен бірге әрине балдарға бірге бақыт тілеп келіп отырған жаңадан келген құдашыларымызды қарсы алсақ деп жатырмыз. Ендеше орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, жымиып күліп, той төріне жаңадан келген құдашыларды қарсы аламыз. Ал келемей! Жаным барасында сезім барасында тазалығынан елде сағыныш арасында Қалай құдашылар қош келдіңіздер, Алла орындарыңыз құтты болсын. Мынау құрметті құдашылар құрмет көрсетіп отқан Асан жанның достарына рахмет, ауылымыздың сенімді жігіттеріне жайғасайық. Ал енді құрметті ағайын, бұл төрдегі әжені қуантып, әке мен ананы қуантып, елден сүйінші сұратып, бүгінгі мінекей баршамыздың басымыздың жиылып, әдемі той өтуіне себепкер болып жатқан қадірлі жастарымызды ортаға шақырсақ деп жатырмыз. Ақтүйенің бүгін күні жарылған күн, баршағайын той деп міне ағылған күн, Асландай ұлдың бүгінде сымбат атты жары табылған күн деп қол соғып қошеметтеп жастарды той төріне қарсы аламыз. Asıl aklıma diye, bana silah olsun
баршамызға бұйырған астан дәл қалуға рұқсат етіп жатырмыз. Әрине алған берген азы көп кетті демей, шашуыма шашайын өкпелемей, арқа шарқа қайын дос жараным, төремегеп жайғасым бек төредей. Төремегеп жайғасым шаттаныңдар, шашуыма шашайын апталыңдар, қысылмаңдар, алыңдар дастарханнан, ізгі тілек ақ-ниет ақтарыңдар дейін. Бұйырған астан дәм татып, тілек кезе келгенде, тарихты тілге тиек етіп, тыңдаушы елді тебіретіп, өмір қадам басып жатқан балдарымыздың өміріне азық, болашағына қазық болатын жақсы тілегімізді тете білдірейік. Енді Алланың разылығын іздеп, таңнан кешке дейін ауыз бекітіп жүрген жандарға Алла тағала күш қуат берсін. Әрине, ерекше мынау ауыз ашар уақытқа тұспа-тұс болып отқан тойымыз болғаннан кейін, сәл ғана 5-10 минут уақыт бергенді жөн көріп жатырмыз. Құлаққа жағымды баяу әсем әуен жіберіп, алдымыздағы бұйырған астан дәм татайық. Санаулы уақыттан кейін қош келдің ақ батамен той басталады. Той баршамызға жұғысты болсын. Жайғасайық, мінекей, әлде келіп жатқан дастарханымыздың жегін толтырып жатқан құрметті шаңырағымыздың қонақтары бар. Қош келдіңіздер. Ақ дастарханымыздың жегіні жайғасып, әдемі тойдың куәсі болыңыздар деген тілектеміз. Той басталды, қазақ ел асқарлы, толпары езген, тастарды сұңқары кезген, аспанды бүгінгі әулет ұйғарды тойдан, осылай тойды бастауды. Аталар беріп ақмата, әжелер салсын жақсанды. Бүгінгі шаңыраққа жинадық, ағайын туыс жекжатты, қатар құрбы достарды, түсірмей қабақ қастарды көтеріп кәне басталды. Қош келдіңдер ағайын, Аманжол ағамның ауылында той басталды. Ал енді құрметті ағайындар, енді өткеніңе тоқтамасам бүгінгіңді білмессің деген өздеріңізге жақсы белгілі. 5 күн жалған тірлікте біреуге аға, біреуге іні бола білген, жанашыр әке бола білген, аяулы ата бола білген Қуандық атамыз дүниеден өтіп кеткені баршаңызға аян. Әрине, береке тапсаң 5 күнде пейіште ғұмыр кештің бе, бейткеде қашан барарын белгілеп алмас ешмен де. Өзегі темір жан бар ма мына бір дүние жалғанда, Алладан әмір келсегер шайқалады ғой заңғарда дейді. Ауылдың шетінде бір төгіп жатса да таларында із қалдырып кеткен жанның бірі, соның жетістігі бүгінде шаңыраққа келін келіп, балалы келін түсіру тойы болып жатыр. Тойымыз тойға аласа берсін, және де осы қуанышты көріп, әрине көз жасын сығып сүртіп, қуаныштың жасы деп отырған келес әжемізге той құтты болсын деп тағы да бір қаттырақ қол соғып қояйыншы. Ал енді құрметті ағайын, сізбенен бізді қонақ қылмақ дастархан жайып, баладай көңілмен даладай дастархан жайып жатқан той иесі Аманжол аға мен Эльмира жеңгемді ортаға шақырам. Қаттырақ қошемет бар ма? Рахмет. Мына қошемет жарамайды ғой. Сіздерден жақсы бір қошемет сұрайым. Сіздер айқайлап шулап, бүгінгі күн жұғысты болсын, той құтты болсын деп айқайлап бір қол соғайық. Жаңбыр жауып тұрғандай сіркіретіп, ұшырайын жүректен жыртылетіп, бар қонақты шақырып қалдырмастан, әдемі той жасап жатқан мүмкін етіп, той иелерінің орны бір бөлек, қаттырақ қол соғайық, дүркіретіп. Енді құрметті ағайын, өздеріңізге белгілі, қош келдің тілек қашанда той иелерінен болады, бірақ Аманжол ағам айтты. Сәрсенбайжан, төремде менің үлкендерім бар, ауыл ақсақалдарым бар, және де жас үлкен апаларым бар, әкемнің қарындастары келіп отыр. Сонымен қатар әкемнің көзін көрген ішінде жақсы көретін ағаларым бар. Сол кісілер анаммен бірге шығып, келген қонаққа қош келдің тілек айтып, ауылындағы тойды ақпатамен бастап берсін. Ал менің тілегімді тыңдағысы келген жан
тойдың аяғына дейін тапжылмай отырып, алғыс рахметтің кезінде менің жақсы тілегімді тыңдайтын болады деді. Ендеше біз де той иесінің сөзін құп көрдік. Қазір ортаға Жетімек Жауыр ауылының үлкендерін, төрдегі және де жас үлкен апа шешелерімізді, аяулы әжемізді түгелдей ортаға алдырайын тұрмыз. Ауыл үлкендері, той құтты болсын. Алғысар көшелестейміз ауыл ақсақалдарымызға. Ауыл ашу тойына. Олар барда асқағы нес алатау. Айналайын балам десе болғаны, бақ береке басына кеп қонғаны дейді. Той құтты болсын. Аталар, әжелер, келіннің мынау қадамы құтты болсын. Осы келіннің қолынан шай ішіп, немереге Алла жеткізіп отыр ғой келініне. Шөбереге жетуді нәсіп қылғай баршаңызға да. Той қаласа берсін. Олай болса, төбе көрсетіп, тілек білдіріп, тілеулес болып келген ағайынға деген, жанашыр жанға, досқа деген қош келдігілеріңізбенен той дастарханымызды ашып берейік. Ассалаумағалейкум той қонақтары. Мынау мен Қуаттың інісімін. Мынау екі балам бақытты шаңырақ болсын. Мына балдарымның атасымын. Осы қалған шаңырақтан үлкені менмін осы негізінде. Мен Қаратонда тұрам, Сарғамыс деген жерде. Ал екі бала бақытты шаңырақ берік болсын. Осы тойға жалғаса берсін. Аман болсын балдарым. Тойларым құтты болсын бәріңе де. Мына құрдастарына бәріне де аман. Ал жақсы, мына енді тойымыз құтты болсын, құдайымның да ұзағынан болсын. Мына екі бала, бір бала мен екі бала болып жатыр. Қуанышқа бөледі жатырмыз. Дендері сау болсын. Иә, екі баса мына Аманжол мен Эльмира келіндерің құтты болсын. Иә, ұзағынан болсын. Ал енді менде осы Аманжол екінші балам үйленіп атырған. Өзімнің 5 балам бар. Бесеуінің екеуі 5 балам Сәлима деген, Әлима дейтін Серіктің күйеуі балам жалғыз үйір. Сосын Мейрам дейтін балам жұмыста. Аманжол дейтін балам мынау отырған, құрданшы. Одан кейін Мақсотымда жұмысқа кетіп қалып, ол жоқ ауылда. Сонымен осы 5 баланы бағып, қағып, өсіріп, өндірдім. Иә. Екі бала бақытты болсын. Ұзағынан болсын. Иә. Бала шағасының қызығын көріп, тек шалқып екеуі жүре берсін. Аманжол Эльмира. Иә. Енді келіндеріміз жаман емес, жақсы. Бәрі де екі келім екеуі де бірінен бірі өтеді, жақсы. Иә. Мына жаңағы түсіп атқан осы келін Сымбат дейтін менің қызым екен. Пәмеласы кеңесі ба болыпты. Иә, жоқ жерде қыз тауып алдым. Иә. Ұзағынан болсын. Екі баламен екеуіңде өмір сүріптік. Жүре берсін. Мына еліміз тыныш болсын. Осы тойдан тойдек бола берсін. Той ұзағынан болсын. Иә. Енді мамасы мен папасы мамасы енді әйтеуір дендері сау болып жүре берсін. Бәріңе де жұғымды болсын, тойға қыласын. Тек екі бала бақытты болса болды маған. Еліміз тек тыныштық болсын. Ораза айымыз енді құтты болсын.
Ауыз тойымызды құтты болсын. Ал. Бәрің үйінде осындай той бола берсін деп. Жақсы, болын. Ал балдарың бақытты болыңдар. Мен осы жетімектің біреуімін. Аман болыңдар. Ассаламағалейкум көрші. Аман жол өнім. Мына келін, мына түсіріп атқан келіндерің бақытты болсын. Өздерінде үлкен азамат болсын. Ал баршаңа той тілеймін. Кеш жарық тойшы қауым. Ал мінекей бүгін Ақтүйені қарны жарылып, ауылымызға келін түсіп, үлкен дүбірлетіп Ақсарайда той болып жатыр. Бүгін мінекей барлық дұға тілектердің қабыл болатын ораза айының, Рамазан айының ең соңғы күні, керемет күнде мінекей бір бастарың екеу болып үлкен отау құрып жатсындар, айналайындар. Сол отауларың тек құтты болсын. Ішінде салиқалы, саналы, білімді ұрпақтар көбейе берсін. Ал қайным келін, келіндерің құтты болсын, заяғы жарасын, балдарың тек бақытты болсын. Аслан, сымбат, сендерге айтарым, бұл дүние ойлап тұрсақ олақ екен, атана балдарына қонақ екен. Атана балдарынан қартайғанда, жылы сөз, тәтті тамақ, қалың төсек күтеді екен. Міне үлкен әжең бар, енең бар алдыңда. Сол енеңе мейірімділікпен көрсетіп, енді тентектігің өзіңнің төркініңде, төріңде қалады. Енді жетімек ауылына келіп, келін болып жатсың. Үлкенге ізет көрсетіп, кішіге қамқор болсаң, қасыңдағы жолдасың сыйласаң, ата-анаңды сыйласаң, жаман болмайсың. Біздің жетімек ауылында жаман келін жоқ. Енді міне ауылымызға қош келдің. Биыл мінекей бала келін, келесі жылы ана келін, дана келін болып мінекей қош келіп атсың. Сол барлық жақсылықтар сіздердің отбасыңызға тілейміз. Тек бақытты болыңдар, айналайын, өсіп өніңдер. Ассаламағалейкум тойшы қауым. Бүгін Аманжол Эльмираның шаңырағына келіп атқан келін құтты болсын. Ағайын тумаға, құрбы құрдастарына, көршілеріне бір қалаулы келін болсын. Бақытты болсын балдар. Тойларың тойға жалғаса берсін. Ал мына біздің жетімек ауылда келін түсіп жатыр екен. Құтты болсын мына үлкендер. Құтты болсын мына ораза айларың, құтты болсын, аяқтап жатыр екенсіңдер. Тек осы балдар қызығын көріп, мына менің бауырым Аманжол, Эльмира, келіндерің құтты болсын. Енді былтыр біреуін түсіріп едік, биыл екеуін. Тек өзің құсаған ұзақ келін болып, жақсы болып, тек баладар жүре берсін. Менің Эльмира келінімнің айтқанын тіләлсәң, кем болмайсың, айналайын келінім. Бағытты болып келген жеріңе. Тек біздер апаларымыз, атаңның. Тек келгенімізде бір шайнек су берсең, біздер соған қуанып кетеміз тұрып. Содан басқа не жоқ, қыз деген тілек қой, тек бағытты болыңдар. Ал мына Нобидан келген құдашалар қадамдарыңа гүліп етсін. Тек бағытты болсын, бауырларым көбейе берсін. Ал жақсы енді тойшы қауым, бүгінгі менің бауырым тойына келіп атыр, алтын уақыттарыңды бөліп келіп атырғандарыңызға көп рахмет. Ал енді жеңеше, Аманжол Эльмира, бүгінгі мына тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Тек балаларыңыз бақытты болып, сол балалардың қызығын көруге Алла сендерді нәсіп етсін. Бүгін мына Рамазан айының соңғы күні оразаның алтқан тойларың тойласып, Алла осы ораза айында тілеген дұға тілектің бәрі қабыл болсын, Алла тағала қабыл етсін. Енді тек балалар келінің қызығын, қуанышын көріңдер. Айналайын, Эльмира өзің сияқты саналда салиқалы келін болсын, өзіңе тартқан сондай жақсы деген ата қалсын. Жеңеше, мына балаларың, немерелерің өбірлі шөбірлі болып қызығын көріп отыра бер, шөбере сүйіп атсын, әр қарай шөпшік сүй. Тек менің тәтемнің көрмеген қызығын көре бер. Тек бақыт тілеймін бәріңізге де осы. Ал жақсы, құрметті тойшы қауым, бүгін Аманжол бауырымның шаңырағында үлкен той, қош келдіңіздер. Біріншіден мына жерде анамның
бізге зейнетін берсін деймін. Анашым, бүгін міне екінші немереңе келін түсіріп, сен бақытты анасың, келін түсіріп, келінге орамал жауып, өзіңнің батаңды беріп отырған қариясың, сол қариялығыңды ұзағынан берсін Алла тағала. Биыл міне алдағымызда уақытта 80 жасқа келіп тойлаймыз деп отқанда, Аслан балаң саған немере балаң келін түсіріп жатыр. Құтты болсын анашым. Анашым, сіз отырғанда біз қартаймаймыз. Міне әкеміздің иманды болсын, әкеміздің көрмеген сіз көріңіз деп айту ол қате екен. Шариғатта айтады екен. Маңдайына жазылғанды әкеміз көріп кетті, шүкір Алла, балдарын көрді. Ендігі жерде анамыз көріп жатсын, ана жылама, жылағаның қуанышқа болсын деймін. Міне бақытты анасын, біз соның қасында отырған сенің балапандарымыз. Ал Аманжол Эльмира, мынау енді сіздердің шаңырағыңызда екінші келіндеріңіз, құтты болсын, құтты қадам келін болсын деймін. Төрде отқан құдашалар, қадамдарыңа гүл бітсін, төрден алған орындарың құтты болсын деймін. Ал енді мына жақта оң жақ қанатында отырған Казтрансойл, менің әкемнің сара жолымен жүріп кеткен, жолымен келатқан Аманжол, Алима үшеуміздің өте қуаныштымыз, сіздердің төрден алған төрлеріңіз құтты болсын деймін. Бәріңіз келіп, осы Аманжол бауырымның тойын көтермелеп келіп отқандарыңа қош келдіңіздер деймін. Ал енді Аслан бауырым, сымбат келінім, көтеріп атқан шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Мына қасиетті Рамазан айында ұлы той беріп атырмыз. Сол Рамазан айындағы барша дұға тілегімізді қабыл етсін деймін. Тойымыз тойға ұлассын. Бағана мамам айтқандай, біздер өзіміз 5 баламыз, оның Мирам деген үлкен інім жұмыста, Алима да жұмыста, мақсатында жұмыста, мен өзімде Барабойда демалып атыр едім. Аслан бауырым құсына алып келіп атыр, той берейін деп атыр дегесін, түнде самолетпен ұшып келдім. Сол айтқандай баршамыз тек қана тойда кездесейік, аспанымыз ашық болсын. Төрде отқан нағашым мамасы, Бақыш апай, құдағай, сізге де жиен келдіңіз құтты болсын деймін. Нағашылары, Елдар құда, бірге көрейік. Мына анамызбен бәріңіз бірге куә болайық. Құдағай, сізге де құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осылай тек жиенді тойлап тек жүре беріңіздер. Тойың тойға ұласын, бауырым. Рахмет, бірегей. Қыз деген, жанашыр деген осы ғой. Ал, тағы да ұлмысақ тілек бар ма, қосыламыз ба? Бәрекелді, қадірлеңдер, аялаңдар ананы, суланбасын Ғазизжанның жанары. Күйенетін, сүйенетін балашын, параметр аналардың қабаға. Телемоны данаға да дараға, әрлігі көш пейіліне қарада. Тек ана ғой өмірде, бауыр етін жылып берер балаға дейін. Таңның атысы, күннің батысы, Алла елімді, ұрпағымды аман еттіп тілеп отырған, аға жемізге тағы да бір қол соғып қояйық. Ал естерге суретке түсеміз әбеке. Мінекей, төреге шығып, рахмет. Эльмира жеңге. Сөйлегісің сөйлейін, сөйлемеңде, күйермелік шаруалар. Рахмет музыка. Байғастарғамыз төрінде шағаса еңгендерге қаттырақ қол соғып қошемет дейміз. Айт деген нетесің, үлкен кіші жақсылар, кездергенге таңғаша, келіп қалмай құдаша қолғының түбінен, Рақсат. Ал енді қадірлі ағайындар, мінекей үлкендеріміз жақсы тілек айтып жатыр ғой. Алла сол тілектің бәрін қабыл еткей. Бәрімізге де осындай күнді жазғай. Келін алуды нәсіп еткей. Ол ер жетіп, қыз бой жеткей деген тілектеміз. Енді тойдың басы қашанда әкемен ана деп әсем ән салатымыз белгілі. Бірақ бүгінгі әулеттің тойы өзгеше болайып тұр. Өйткені тойды бастайтын жас өнерпаз бар ортада. Той басталды ағайын, той басталды, айтылсын тәттілен ойласқарлы.
бұрын соңды болмаған бұл ауылда тағы да бір тамаша той басталды. Олай болса, Аслан ағасының тойында шырқасын Әбіл Мәнсүр ұлымыз той бастады деп орныға. Әбіл Мәнсүр шақырайып тұрмыз. Енді бауыр деген барыңда сүйінішің болады. Құдай сақтасын, арада кетіп қалса сағынышың айналып кетеді ғой. Бірақ енді Әбіл Мәнсүр шағының бір әкеден тараған ағалары мінекей келін әкеліп қуантып жатса, осы бауырларым, ағаларым аман болсын деген ниетпенен, осыны ұтқан ел аман болсын деген ниетпенен, бауырларым дейді тамаша әсем әнді орындайып тұр. Қаттырақ қол соғып қошемет дейміз. Қошемет бар ма? Кемшілігімді көріп те кемшілігімді көрмейсіңдер. Дұрыс болсын, бұрыс болсын деген сөзімді тек сендер сөйлейсіңдер, сөнбейсіңдер. Көздеріңмен бақ пенен дәулет артылғанша, тілеймін дұғаларым қабыл болғанша, Құдайым мені кеудемнен жанымды алғанша, барымды алғанша, соңғы демім қалғанша. Allah tüm gözler saklasın. Ay berekete. Kol soğuk koşumet deyimiz. Aha. Алайда қадірлі ағайындар, ары қарай жақсы тілекке жол тартатынымыз анық қой. Енді той төрінде біздің құрметті қуанып шаттанып келіп отырған нағашыларымыз бар. Нағаш дейтін ауылда және де жиен мен бөлені, бажа мен балдызда баршасын бір тілектің төрінде ортаға шақырғанды жөн көріп отырмыз. Ақылмен айтар тілегін, қисайған кезде тірегім, керек болса жиенге шотта берер жүрегінде той төріне барша нағашыларды жиен мен бөлені, бажа мен балдызда түгелдей шақырамыз.
қош келдіңіздер. Енді әр қонақтың жасы болады, жолы болады белгілі. Әкеміздің қарт нағашылары болса, көшті бастайық. Аманжол ағамның нағашылары. Кімнен бастаймыз? Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін енді Жалғасбаевтар әулетінде, Қуат жездемнің әулетінде үлкен той болып жатыр. Той құтты болсын. Енді мына жерде Аманжол, Елмек, мына жасап отырған тойларыңыз құтты болсын. Қуанышы жалғаса берсін. Кеше бір бала үйленіп еді, бүгін екінші бала үйленіп жатыр. Осыдан кейін 5 айдан кейін тағы біреу әкеліп жүрмесін менің ұқсап. 4 той жасадым 11 жылда. Сол сияқты мынау енді үлкен той, мына ағайын туманы жинап, батасын алып деген сияқты. Екі жас бақытты болсын. Енді Аманжол енді шынын айтқанда мен өз қолымда болды. Осы біздерде жұмыс жасады көп жылдары. Бір еңбегімді ақтаған жігіттің біреуі осы жігіт, сосын Мейрам. Енді мақсат өзімен жұмыс жасады. Бәрі Аманжол демек, мұны ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін балаларды. Енді біз соны Атыраудан келіп жатырмыз. Бұл жерінде мен кеңестің ең кіші інісімін. Апамыз, ең үлкен апамыз осы кеңестейтін. Апа, тойыңыз құтты болсын. Той қыласып. Белесін кеше енді шөберелі болдыңыз. Бүгін тағы келінді болып, тағы шөберелі болыңыз. Енді осы отырған бәріңізге жақсылық тілеймін. Ақ дастарханда кисейік, той қаласын. Аман жүріңдер бәрің. Ассалаумағалейкум, құрметті той қонақтары. Мен мынау кәрі нағашысы болам. Ал Аманжол келін, түсіріп атқан келіндерің құтты болсын. Былтырда келін түсірдің, одан бола алмай қалдым, жұмыста болып қалдым. Тойың той қыласа берсін. Бәріңе де осындай той тілеймін. Аманжол, столдың бір түрлі емес пе? Қарамайсың ба жан-жан қарап? Қадірменді тойшы қауым, бүгін кеңес құдағай, мынау Аманжол, тумаластары, бүгінгі болып атқан тойларын құтты болсын. Мынау екі жас үйленіп, отау құрып жатыр екен, отаулары, шаңырақтары биік болсын, босағасы берік болсын, керегесі кең болсын деген біледі. Екі бала бақытты өмір сүрсін. Екеуінің бүгінгі құрып жатқан шаңырақтары енді асығыстау болып жатыр. Өздеріңізде естіп жатқан шығарсыздар. Бір аптаның ішінде болып жатқан той. Енді ұзағынан болсын. Алыстан келіп жатқан құда-құдашаларға ақ жол тілеймін. Орындарыңыз төр болсын. Барлық уақытта да тек осы қуанышты дастархан болсын. Ал енді менен кейін де сөйлейтіндер айтатын шығар. Атыраудан, Ақтаудан келіп жатқан нағашылар бар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне бүгін жетімектердің ауылында үлкен дүбірлі той болып жатыр. Екі жастың арқасында екі рулы ел бірігіп құдандалы болып отқан жайы бар. Ал той құтты болсын барлығымызға. Осы дастарханның басында отырған адамдар бөтен адам жоқ. Дос жаран, құда, жекжат, ұжым, нағашы, жиен деген сияқты бәріне құтты болсын. Ал құдағай, үлкен құдағай. Ал біріншіден сізге құтты болсын айтамыз. Себебі мына немереңіз бұрында бірінші тұңғыш немереңізді үйлендіріп, қазір енді шөберенің қолынан май жалап, су ішіп отырсыз ғой. Бұйырса,
оның ізінен де кішкентай бөпелері, шөберелер жалғасып, таласып жүрсін сізге тек алақаннан май жалатамыз деп. Үбірлі-шүбірлі болып, сол қызықтың бәріне кейнеліп отыра беріңіз. Мына жерде құдашаларымыз бар. Сәлима құдаша, Әлима құдаша, енді Әлима жұмыста қалғандары. Қуаныш бәрімізге ортақ, құтты болсын. Тек осылай Аманжол мен Эльмираның шаңырағының астында той, қуаныш бола берсін. Тек баланың күлкісі болсын, сыңғырлаған. Мына алыстан келіп атқан құдашаларға қадамдарын құтты болсын дейміз. Кеше осы жақсы жаңалық шыққаннан кейін Мейрам дейтін құдам бар, Асқар дейтін құдам бар. Үшеуміз бір елші болып барып келгенбіз. Үлкен кісілер бар екен үйінде. Сол Жармыш дейтін ауылға, Есендердің ауылына барып, үлкендердің батасын алып, тойға рұқсат алып келген жайымыз бар. Өте жақсы жылы қарсы алып, өздерінің рұқсаттарын беріп, балдарға батасын беріп жатыр. Соның мінекей елшілері болып, құдашалар келіп жатыр. Мен қазір сосын осы жерде бізге жол көрсетіп жүрген Ерасыл дейтін батырмен аттас бір құда баланы көріп отырмын осы жерде еріп келген. Қадамдарыңызға тек гүл бітсін. Осындай Аманжол мен Эльмираның ауылына келген кезде тек тойға, қуанышқа, жақсы себептермен келіңіз деп сондай тілек. Ал жастар бақытты болыңдар. Екі жаққа бірдей болыңыздар. Үбірлі-шүбірлі болып, бірге қол ұстасып, өзара тек тату тәтті өмір сүріп, өзара сыйластық болсын. Сондай тілек. Енді мұн жерде Атыраудан келіп отырған Альфияның апасы бар, мен Эльмираның Альфия атты апасы бар, келіп отырған мен ағасымын. Сосын нағашы апасы бар, інісі бар, Ақтаудан келіп жатырған жиендер бар, бөлесі бар, Асланның келіп жатырған, Атыраудан келіп жатырған. Ал енді осы тілектің ішінде қосыламыз деп жатыр. Ақжарқын дейтін жеңгесі бар, осы жерде Мадина дейтін нағашы апасы бар. Ал құтты болсын, барлығымыз осы тілектің ішіндеміз деп айтып жатыр. Қосыламыз ба, алып қосар тілек бар ма? Қош келдіңіз. Ал құрметті тойшыларым, қош келдіңдер. Ал құрметті нағашыларым, той құтты болсын. Нағашы әжеміз, ал Аманжол, Эльмира, келін құтты болсын, той қыласа берсін. Айтып жатыр ғой, былтырда тойға келдік осы жерге. Биыл тағы келіп жатыр. Тек Алла тағала той болсын. Немере, шөбере сүйіп, жапырақтарың жайылсын. Алла тағала тек Алланың нұры жаусын. Тойда кездесек, жақсылық болсын. Ал енді қосыламыз ғой, естелікке суретке түсейік, той иелерімен енді бір емес бірнеше дастарханның төрін толтырып келген қадірлі нағашыларымыз, жиен бөле, баша, балыс, башаңызға рахмет. Әрине той иесімен ортаға естелікке суретке түсеміз. Енді құрметті ағайын, осыншама рахмет музыка, осыншама қонақ шығып, ішінде жасы үлкен мен жол үлкені бастап қалған қонақ сол тілектің ішіндеміз. Келіп төбе көрсеткеннің өзі бір тілек деп жатыр екен. Сіздерге үлкен алғыс. Ендеше қосылам деген қонақтың құрметі үшін қазір 3 би емес 4 би қояйын деймін сіздерге. Ал кеттік биге орынға. Ал нағашылар бастап. Құрдастар қайда, достар қайда, ұжымдастар, кластастар, көршілер, құдалар.
осылай қуану керек қой тойға келгеннен кейін. Өзгенің тойын өз тойынан артық тойлайды қазағым. Ал жайғасамыз. Енді қазір ағайындар жаңа ғана біздің нағашылар тілек білдірді, одан кейін әдемі әсем көңілді биге қарай би биледік. Қазір мен ортаға шаңырақтың тойына арнайлап ат терлетіп келіп отырған қос қонақты шақырайын тұрмын. Қос өнерпаз десек артық етпейді. Өйткені шаңыраққа жиын екен. Алматы қаласындағы шабыт фестивалына барып, сол жерден Маңғыстаудың күй өнерін дүркіретіп, қазақтың қара домбырасын елге кеңінен насихаттап, сол шабыт фестивалынан бірінші орынмен, жүлделі орынменен нағашылардың тойына жаңа ғана ат терлетіп келіп отырған қос жиен Нұрсая мен Гүлсаяны ортаға шақырамыз. Қошемет қайда? Қошемет бар ма? Рахмет. Нұрсая, сендер нағашылардың тойына келгенде аяқ жаққа тұрып болдыңдар ғой. Бері қарай келдіңдер, кішкене орта жаққа. Неге қол соқ қойды? Так, бір микрофон бере қойыңдар. Болды. Бәрекелді. Қол соқ қошемет дейміз, бір микрофонда. Ал енді құрметті ағайын, қазақтың төл өнері домбыраны күмбірлетіп қос жиен ортаға алып келіп жатыр. Тойға келген мынау нағашымның тойына күйменен шашу тартқалы тұр. Қаттырақ қол соқ қошеметтеп әдемі өнерге кезек берейік. Тебірентіп жіберген күйшілерге қол соғамыз. Қос жиенге қос қолда қол соғайық. Рахмет. Тағы бар ма? Папа сіздердің күйлерін сағып қалған сияқты ғой. Екіншісі тартсын деп жатыр. Кел, жайғаса қойайық. Рахмет. Так. Асықпа. Қарындастар асықпа. Бірінші кейін ақшасын жинап алайық бірінші. Айттым апа жаңа басында, таныстырғанда айттым елге. Кімнің атынан? Аманжол нағашының достарының атынан мінекей. Қол соғып қошеметтейміз. Зато билетті ақшасын шығарып алдыңдар, көрдіңдер ма? Ал, екіншіге қаттырақ қол соғып жіберейік. Болды, түсінді.
осылай тек жетістікке жетіп, биіктен көрініп, ел мақтанатындай болыңыздар, бір қаттырақ қол соғыңыздар. Ал енді құрметті ағайын, біреуге ән айтқызып, біреуге күй тартқызсам бәлеге қалатын уақыт болды ғой қазір. Бірақ енді мен жалпы адамның назары дейтін нәрседен қатты қорқам. Сондықтан да мен жерде кішкене ғана бір өнерпаз келіп тұр екен. Әдемі әсем әнім бар еді дейді, күйді тыңдадық, әнді де тыңдайды. Қаттырақ қол соғып қошеметтейміз. Мейрамның ұлы Саят дейді. Қаттырақ қол соғамыз. Бауырлар дейтін әнім бар дейді. Ал кеттік. Әнді жүрмеш. Қошемет қайда? Бауырларына. Кемшілігімді өттір кемшілігімді көрмейсіңдер, көрмейсіңдер. Дұрыс болсын, бұрыс болсын менің сөзіммен тек сендер сөйлейсіңдер, сөйлейсіңдер. Өздерімнен бақменен дәулет атылғанша, тілеймін мен дұғаларым қабыл болғанша, Құдайым менің кеудемде жаным болғанша, барым болғанша, сол үнем қалғанша. Бауырларым, жақындарым, беремін сендер үшін нарындарым, бауырларым, тамақтарым, сыйысыңдар маған берген барлығын. Desek bunları. Konser koşumettiğimiz kabul olaylar. Алар бересін көп болсын. Қаттырақ болса қошеметтейміз. Рахмет. Микрофонды ағаларына апарып беремін. Айналайын. Ал енді құрметті ағайындар, олай болса, ары қарай жақсы тамаша тілекке жол тартып отырайық. Тойымыздың төрінде әдемі тойдың куәсі болып келіп отырған 1000 жылдық жарасқан құда мен құдағайларымыз бар. Және іргесі құтты болған, қашанда ағайындай тату тәтті болған көршідегі туысты осы той төрінде бөліп жармай құда мен құдағайларды және көршілерді түгелдей той төріне шақырамыз. Әулетіміздің байырғы құда құдағайлары және көршілер.
құрметті көршілер, әдемі ақтылып өздеріңізді әуелі құдаларымыздан бастайын тілекті. Ассаламағалейкум тойшы қауым. Ал Тоғызбаевтар әулеті бүгін міне тағы бір шаңырақ көтеріліп жатыр. Араларыңда құтты болсын. Аманжол, Эльмира, мына түсіп атқан келіндерің өздеріңді әрқашан қуантып, тек жанұяңызды көбейтіп, сандарыңызды көбейтіп, өздеріңізге жақсы бала келін болып қуанта берсін. Той қыласын дейміз. Мен жаңа Аманжолдың апасының Әлима деген қайнағасының кеңес құдағаймен тие берсін, қуат құданың құдаларымын. Той қыласын. Құрметті тойшы қауым, Аманжол, Эльмира құдаша, балдар бақытты болсын, көтеріп атқан шаңырақтары биік болсын, керегелері тең, балдар бақытты болсын, ойлағандай болсын. Ал жақсы, ардақты ағайын, бәріңізден берекелі дастарханның басында қош көрдік. Кеңес апа, Аманжол, Эльмира, бүгін Ақтүйенің қарны жарылып, бір балаңыз екі болып жатыр екен, құтты болсын. Келіп жатқан келіннің қадамы құтты болсын, келініңіз өте мейірімді болсын, жапырағы жайылсын, өсіп өнсін. Той Алланың қазынасы дейді, жинаған тергендеріңіз тойға шашылған, бұл Алланың берген бақыты. Тілектердің бәрі де қабыл болсын, үлкендердің батасы, жастардың тілегі қабыл болсын. Келіп жатқан құдашалар сіздердің де қадамдарыңызға гүл бітсін. Мың жылды құда болыңыздар. Отау құрып жатқан жастардың жапырағы жайылсын, шереге кең болсын, қосағымен қосағарсын. Мен көршімін. Ал жақсал, құрметті тойшы қауым, апа, Аманжол, Эльмира, келіндерің құтты болсын. Қосыламыз, мадан жақсы тілектер айтылды ғой. Көршілер айтасыңдар ма? Ал жақсы болса, ассалаумағалейкум тойшы қауым, құда-құдағай, той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Біз енді Құлсардан келіп қалады, Атыраудан келіп қалған адамдар бар. Үлкен құда мен үлкен екі құда келе алмай қалып отыр, өкінішке орай. Жұмыстармен сәлем жолдап отыр. Той құтты болсын, осылай тойға келіп тұра берейік. Жастар бақытты болсын. Осылай енді шаңырағыңызды көріп жүрік, жалпы дастан бажам бар, жақсы ұл тәрбиелепсіздер, көріп тұрық, жақсы айналаңыз бәрі жақсы екен. Айтатын болса сөз көп қой, негіз алдында осы 5 ай бұрын біздің ауылында той болғанда бажай келіп кетті маған. Дастан тойды көтеріп, билеп, тілегін айтып. Сол кезде жақсы әңгіме айтып еді, тойда тілекте. Бақыттың сыры неде деп. Бажам өзі білет, жастарға айта салар. Бажам қайда, бажок. Той құтты болсын. Ал құдағай, үлкен құдағай, нағаштары бар құдағай, құдағай, бүгінгі мына 2 жас қосылып жатыр ғой. Бақытты болсын, шаңырақтарыңыз осындай той көп болсын, тек дендері сау болсын. Жастарға айтам, бақытты болыңдар. 1 жасты әдемі қартайын деймін 2 жасқа. Енді осы жерде отырған баршаңыздар тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге тек құда-құдағай, тек осы ауызбіршіңіз күшті болып, біз сіздер сыйласы осы тойда жүре берейік. Маған айтып жатқан тілектің бәрі тек Алла қабыл етсін. Мен де өзімді айтып кетсем, мен жаңа дастан күйеу боламын, Перизат менің қызым. Мен құда-құдағайым. Осы жерден өзім құда-құдағаймен келіп тұрмын. Мына Мөді дейтін қызым бар, соның құдағайы, енесі мына кісі, Құлсардан келіп тұр. Мына үлкен қызым бар, Айнагүл дейтін, сол кісінің енесі Айнагүл дейтін қызымның. Атыраудан келіп тұр. Мына қызбен күйеу. Осылай келіп қалып жатыр, енді құдалар жұмыста. Тек бар жақсылық тілеймін. Алла Тағала тек екі күннен бар жақсылығын, қуанышын, бақытын шаңырақтарыңызды төгіп берсін сіздерге. Ой шашуыңыз бар.
Қосыламыз ба? Бәрекелді. Көршілер, сөйлетіп қоя? Бәрекелді. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Мынау енді Аманжол дейтін бар ғой, таң қалдырудан шашылмайды ал. Маған көрші болып келіп осы не істеді ғой. Содан кейін тек, ой, тойдан той ал. Бас айналып жүр. Қаяққа барарымыз білмей жүр. Қай үйге кіріп кететінін білмей жүр мен өзім. Ал тойдан болса берсін, келін құтты болсын, екі аяғы бақытты болсын. Сіздерге осындай немере шөберелі оларға тілектеспін ал. Той қаласа берсін. Келекті Алла қабыл етсін, айтқандарыңыз келсін, құрметті құда-құдағайлар, алыстан атартып келген және көршілер, іргесі құтты болған. Естелікке суретке түсейік, баршамыз бірге. Ал енді назарларыңызды отарып қолдарыңызға қарай бұрыңыздар, құрметті қонақтар. Ал тойда сырған көріне жайғасамыз, қошемет бар ма? Ал енді құрметті ағайындар, мен ортаға той иесі ағам мен жеңгем шақырайын тұр, бір қаттырақ қошемет болса әрине. Енді қадірлі ағайындар, жалпы енді тойға келген қонақтарымыз, жалпы мен той басқарған тойдың куәсі болып жүрген жандар жақсы біледі. Өйткені мен әуелі келген қонақтың көңіл-күйін байқағым келіп тұрады. Өйткені неге? Көңіл-күй болмаса той көтеру жоқ қой. Сондықтан бүгінгі тойға әркім әртүрлі келеді. Біреу ойбай шақырып еді, барайық деп келеді. Біреу сыйлас жанет деп келеді. Біреу әуелі бірінші баласын тойында қалып қойып едік, осында көрінейік, ұят болады, енді шақырмай қалар деп келеді. Біреу өтіп баратып кімнің тойы көріп кетейікші деп келеді деген секілді. Сондықтан да бұл шаңыраққа сіздер енді сыйласып келген жандар екеніңізді біліп отырмыз. Бірақ дей тұрғанмен тойды көтеріп алайық. Әуелі оң жақ қанат Аманжол ағамның командасы боласыздар. Бар ма? Ал енді сол жақ қанат жеңешемнің командасы. Сол жақ қанат. Оң жақ қанатқа бір музыка дайындап қойдым. Әрине салпеткімізді аламыз. Салпетка. Рахмет. Бұрыннан тойда жүргендер біледі уже. Сәрсенбай салпеткіні ұстырайын деді, оны ұстап отыр уже манадан бері. Қазір музыка жіберіп, орнымызда отырып салпеткіні айналдырып тұрып билейміз. Әбеке, қош келдіңдер, сіздерге де тойға барайық. Мен секілді қос келін алып, сіздер де осындай күнге жеттіңіздер деген сияқты тілегіңізді айтып, тек жүріп қайтасыз болды. Кімдер бар екенін барлап. Ал енді жеңешемнің командасы тамақ ішіп отыра беріңдер, әңгіме айтып. Кезек сіздерге келеді, сіздер де дәл солай көтересіздер. Дайынбыз ба? Оң жақ қанат. Рақсын осындай бар ма еді? Билей ма бұл кісі? Рахмет, мен қайдан білейді? Түріне қараса қорқынышты, бірақ жүрегі жұмсақ сияқты. Енді, әкеке, молодец. Ал жеңеше қалып қоймай, құрсын, мен не істеймін деп тұр ғой. Ал кеттік, жеңешем командасы бар ма? Рахмет, ішім
қанша дегенмен әйел адам ғой иә. Рахмет. Бәрін ойлап тұрады ғой. Билеп жүр, бүйтіп қарап жүр, салат қалай желініп жатыр екен манаға деп. Асабаң айтар сөзін қондаймеген, қонағым құлақ салып тыңдаймеген, бүгінгі әдем ұлға той жасаған, әке мен анаға бір қошемет ұрмаймеген. Шаттықта, есеңдікте, саулықта, өтсін өмір жолдарымыз толы болып байлықта. Бақытта, шаттықта, есеңдікте, саулықта, өтсін өмір жолдарымыз толы болып байлықта. Рахмет. Енді осы көңіл-күймен әдемі ойын ойнайық. Қазір ортаға мен 7 жігіт шақырам, той көтерем деген. Кеттік. Ағасы достарына бір жұп, балдардың достарына бір жұп, және әбекенің достарына бір жұп. Келек, той көтереміз. Ағашылардан бір жұп, құдалардан бір жұп, ұжымдастардан бір жұп. Атсалсамыз. Және біздің енді 7 мен ауылы қайда, азаматтары қайда, төрде құдашылар келіп отыр. Құдашыларды шақырайық ортаға, той көтерейік бірге. Біреу, екеу, үшеу. Тамаша, қуатсақ қошеметтейміз, әбекенің бажасы келе отыр. Төртеу. Рахмет. Кел. Әлем, рахмет. Не болды құрсын? Қайрап тұрта шыққанын шуладыңдар ол кәдімгідей. Так, әлем сен құдашыдан бір қонақ шақыртпыш. Құдашылар төрде отыр. Так. Рахмет. Құдашыға рахмет бар. Бейне бар ішіліп тұр ғой, көз жанары. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Тағы бір қонақ бар. Рахмет, стоп. Тағы бір қонақ шақырамыз. Ұжымдастар ма? Қонсақ қошеметтейміз. Тамаша. Рахмет. Енді қасыңызға жұп сайлап алдыңыз әуелі. Бір жұп айтамыз. Болды онда. Біреге ағасыз. Кетті қасыңызға бір жұп. Әлем бір жұп қойды. Бар ма? Қасында тұр. Қайсы жұп олмайсыз? Стоп, өзіңізге жұп. Бар қойды қойып, сен бір өткеле жауышсың айналайын ол. Ауылың еді рахат қой, ауыл аралас, той қорылас. Бір күн құда, бір күн құдағай, бір күні көрші болып кейсе береміз мінекей. Өзінің қатар құрбысын, әзіл жарасқан жанын шақырып отыр. Келек, ұжымдас па? Қошемет қайда, айқай шу! Адеска! Алайда, бір қатарға тұрайық. Бәріміз айналып, дөңгеленіп, шеңбер құрамыз. Так, бәрі келді. Так. Қош келдіңіздер, танысайық. Есіміңіз? Азамат. Кім боласыз? Осы жұмыстасың. Ұжымдасқа қонсағамыз. Так, ұжымдас, тамаша. Есіміңіз? Кім боласыз? Ағасының құрдастары. Ағасының достары. Молодец. Так, есімің? Жанқожа. Кім боламыз? Құда. Құда, қонсағайық құдаға. Құдаға қошемет қайда? Так, есімің? Алишер. Кім боласыз? Баласының құрдасы болды. Кімнің баласының? Аслан. Асланның достары ма? Асланның достары да өтші, бір қонсағайық қошемет дейді. Так, рахмет, есімің? Мағжан. Кім боламыз? Ағасының құрдастары. Ағасының достары. Рахмет, так, есімің? Әділхан. Кім боламыз? Асланның бөлесі. Асланның бөлесіне. Енді біз құрметті қонақтармен жалпы ойын ойнайтын ұжымдармен танысып шықтық, иә? Қазір сіздердің ойнайтын ойындарыңыз ұлттық би. Бірақ түсіндіріп жіберейін. Өзге тойдағыдай шығып алып, 7 жұп мияққа, 6 адам мияққа, 6 қыз мияққа қарап тұрмайсыздар. Бір шеттен бастап билейміз, билегенде ортаға шығып билейсіздер. Әуелі қара жорға дейтін музыка жүреді, сіздер бастайсыздар. Қара жорға билеп атасыздар, стоп деймін, келесі, сіз шығасыз, келесі. Бәріміз бөліп бір биді билеп шығамыз. Өйткені келген қонақ ортадағы бишіге қарау керек анықтап. Нағыз бишіні сол жерден анықтайтын боламыз жүлдегерлерді. Келістік қой. Қошемет бар ма? Ал ендеше алғашқы музыка қара жорға жіберіңіз. Ұжымдасқа қосыламыз.
Нормально, болады. Арасында өзбек кетіп отыр бірақ. Жібер, кетті келесі. Жібер қара жорғаны. Тоқта. Башамас қайда? Әйде. Olmasa bildim seni gelinme Kosadık böyle bilmese kızdım seni gelinme Ahmet gelirse Cibir Kandarasın gelinme Kandarasın olmasa koydum seni gelinme Koydu seni koymakta Koş yürektin şabasa Gelirse Kirbimiz anlayam Bunday şattı kumanda Көрдіңіздер ғой, кім қалай билейтінін. Біреулер бар ғой, билей алмаймын, және топпен бірге бүйтіп жүремін ғой деп ойлайды.